Жұмыла көтерген жүк жеңіл. Арыс қаласындағы оқиғадан зардап шеккендерге жәрдем беру үшін қазір еліміздің барлық өңірлері атсалысуда. Ал облыс әкімдігі жанынан ашылған Түркістан корпоративтік әлеуметтік даму қоры жұмысын жалғастыруда. Одан бөлек Шымкенттің ерікті жастары мен қала тұрғындары да зардап шеккен халық орналасқан лагерлерге барып қолдан келген жәрдемін жасауда. Дәл қазір әріптесім Нұрбек Байбосын Қазақстан Халқы Ассамблеясы ғимаратынан тікелей қосылымға әзір. Нұрбек, бір шаңырақ астында тату-тәтті күн кешіп жатқан түрлі этнос өкілдерінің көмегі туралы өзіңнен білсек. Қайырлы күн, Марал. Арыс біз біргеміз осылай деп ұрандатқан халық ынтымағы мен бірлігі жарасып, бір жағадан жең, бір жағадан жең және де бір бастан қол шығарып, қазіргі таңда мынау көмегін көрсетіп жатыр. Мәселен, айта кететін болсақ, Түркістан облыстық және Шымкент қалалық Қазақстан Халқы Ассамблеясы бірігіп, Арыс қаласының азаматтарына көмек көрсету үшін қоғамдық штаб құрған. Оны сондай-ақ өңірдегі этномәдени орталықтардың төрағалары мен белсенділері осы штабта тәулік бойы жұмыс атқаруда. Олар кешеден бастап 4 тоннадан астам азық-түлік, тұрмысқа қажетті түрлі заттарды, яғни 15 арнайы бекеттерге қалада орналасқан жөнелтуде. Ал бүгін шаһардағы этномәдени бірлестіктер мен барлық бекеттерге таңертеңнен бастап ыстық тамақ жеткізілуде. Сондай-ақ ассамблея мүшелері 300-ден астам арнайы орындар дайындап, Арыстан уақытша көшірілгендерді жайғастыруда. Дәл қазір осы штабтың мүшесі, менің қасымда Қазақстан өзбектер достық қауымдастығының төрағасы, Қазақстан Халқы Ассамблеясы кеңесінің мүшесі Икрам Хашимжан мырза тұр. Икрам Акрамұлы, жалпы көрсетіп жатқан көмекті өзіңізден нақтырақ білсек. Мынау кеше ғана өткен көңілсіз оқиға, бұл Арыс қаласындағы әскери бөлімдегі жарыстың нәтижесінде біз Қазақстан өзбектері достық қауымдастығы өзіміздің қоғамдық штабымызды құрдық. Бұл Шахристан кафесінде. Ал енді кеше түнгі сағат 2-ге дейін сол жарылыс болған жерге 12 километр жетпей, сол жерде бұл жағдайының мән-жанын біліп қайттық. Айтатынымыз, менің өзім үйімде ондан артық Арыс қаласының тұрғындары тұр. Солардың ішінде бір 90 жасқа келген Арыс қаласының құрметті азаматы Кудрин Артур Борисович екен. Бұл мектептің директоры болып талай жыл істеген. Әрине сол келе жатқан кезде мен айттым, біздің үйге келе беріңіздер деп, 10 адамды қабылдадым. Тағы біреуінің бұны аяғы ауыр екен. Бүгін ертең босанатын бір әйелді біздің үйде тұр. Біз қолымыздан келгенше барлық жағдайды жасап, ыстық тамағы, мына ыстық күнде кондиционердің астындағы бөлмелерімізді бердік. Ал осының аясында тағы бір 6 Өзбекстан азаматы сол жерде бар екен. Ол Өзбекстан азаматтарында біз алып бір үйге жайластырдық. Қазір олардың құжаттарыны мен Өзбекстан Республикасының бас консулы Аброр Фатхулаевқа хабарласып айттым. Оларны барлығына қазір бұл жерде миграция полициясы қағаздарын рәсімдеп береді. Олар шекарадан шығып қайтпақшы. Мен айтайын дегенім, біз қазір қоғамдық штабта біздің өзіміздің мынау Түркістан облыстық, Шымкент қалалық барлық өзбек этномәдени бірлестіктері сол біздің өзімізге қаладағы 3 мектеп, бұл нөмір 53-ші Хамза атындағы, одан кейін 54-ші және 61-ші мектептерде 500-дан артық сол келгендерге қолымыздан келген көмектерін беруге дайынбыз. Құрметті көрермендер, өздеріңізде байқаған боларсыздар, бейне көріністен қазір міне көмектер келіп жатыр. Тағы бір ақпар қоса кетейін. Шымкенттегі Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің оқытушылары мен профессор құрамы да өздерінің бір күндік жалақыларын осы Арыс тұрғындарына, зардап шеккен тұрғындарға көмек ретінде бөлді. Және де осы университеттің ерікті жастары, яғни студенттері қазір қалада орналасқан 15 арнайы бекет лагерлерде, яғни ерікті ретінде тартылып, өз жұмыстарын жасауда. Марал, мендегі ақпарат реті осылай. Ақпаратыңызға рахмет, Нұрбек. Айта кетейік, Арыстағы жарылыстан зардап шеккендерге көмектесу мақсатында Қазақстанда Арыс біз біргеміз акциясы басталды. Оның аясында кез келген адам арнайы штабтарға барып, ақшалай немесе заттай өз көмегін бере алады.